Ағзаны шлактан қалай тазалауды білесіз бе? Бүгінгі видеода осы жөнінде баяндайтын боламыз. Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ немесе тымарықтау, бұлшықет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иіс шығу, тілдегі ашық немесе сары дақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі және ішектегі өзгеріс, қатты терлеу мен жағымсыз иіс, мезгілдік ауруға бейімділік, ұйқысыздық пен мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Құрметті достар, видеоны жалғастырмас бұрын біздің каналға жазылуды, комментарий жазуды және видеоға лайк басуды ұмытпағайсыз. Ендеше ағзаны тазалауға қалай дайындаймыз? Сол жөнінде баяндайық. Шлак пен улы зат түрлі ағзаға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырлардағы жиналған шлакты мына әдістермен тазалауға болады. Ішекті тазалау үшін бір стақан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған бір шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қоясыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Келесі рецепт: зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұны мен суды араластырасыз. Бетін жауып, бір түнге қалдырасыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Бауырды тазалау үшін тюбаж деген емді қолданасыз. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін ала тікен, яғни орысша расторопша қажет. Ол үшін бір шай қасық шөпті бір стақан суға араластырып, отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң, оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді бір ас қасықтан қабылдау керек. Ендігі кезекте бүйректі қалай тазалауға болатыны жөнінде баяндайын. Бұл ағзадағы шлак тазарту үшін сәлбен, яғни орысша шалфей, лаванда, жалбыз, яғни мята және гүлшетен, орысша розмарин шөптерін майы қажет болады. Оның бірнеше тамшысын бір стақан таза суға араластырып ішесіз. Татымы ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға болады. Екінші рецепт: бүйрекке арналған жиынтықта ағзаны керемет тазартады. Ол қоспаның ішінде қайың, яғни береза, қырықбуын, яғни хвощ, таран, яғни спорыш және арша болады. Бұл шөптерді кезектестіріп қолданасыз. Егер үнемі бір шөптің көмегіне жүгінсеңіз, ағза соған ғана үйреніп қалады. Кез келген дәріханадан табылатын осы қоспаның 2 ас қасығын 600 мл қайнаған суға араластырып тұндырып қоясыз. Бөлме температурасында жылыған кезде сүзіп алып ішіңіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Келесі рецепт: 3 шай қасық кептірілген лаванда үгіндісін 400 мл қайнаған суға араластырып тұндырып қоясыз. Шамамен 25-30 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішуге болады. Енді қанды тазалау үшін қандай әдістерді қолдануға болатыны жөнінде баяндайық. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырлардың жұмысын жақсартасыз, ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай, яғни орысша крапива шөбінің көмегіне жүгініңіз. Ол үшін бір шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты бір стақан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын ала қабылдау керек. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Қан тамырларын тазалау. Бірдей көлемде мың жапырақ, яғни тысячелетник, түймедақ, ромашка және салаубас, бессмертник пен қайың бүршігін араластырып, шыны ыдысқа салып қойыңыз.
шөп қосындысының 2 ас қасығын 500 мл қайнаған суға салып, бетін жауып қоясыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Татым ұнамаса 1 шай қасық бал қосуға да болады. Емдік сусынды ұйқыға жатар алдында қабылдау керек. Келесі рецепт: 1 шай қасық бедені, яғни клеверді 1 стакан қайнаған суға салып, ыдысымен ыстық суға салып қоясыз. 5 минуттан соң ыдыстың бетін жауып, 40 минутқа тұндырып қойыңыз. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 десерт қасықтан ішіңіз. Емді әр тамақтанудан алдын ала қабылдау керек. Емді күніне 3 рет 21 күн үзбей жүргізесіз. Осы емнен кейін қан қысымыңыз реттеліп, құлақтағы шуыл басылады. Бұл тазалық жұмыстарын жүкті және емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға жүргізуге болмайтынын тағы да ескертеміз. Аталған рецепттерден бөлек тағы да рекомендацияларды тыңдасаңыз жақсы боласыз. Бұл әдістерді күнде жасаңыз. Сонда ағза шлаққа толмайды. Негізінде ағза жейтін тағамның әсерінен шлаққа толмайды. Оған тамақ, су, ауа да әсер етеді. Сондықтан да бәріне өте мұқият болғаныңыз абзал. Мына 6 әдісті күнде қолдану арқылы ағзаны шлактан тазартып, қайта шлаққа толуына жол бермейсіз. Су ішіңіз. Су ағза үшін өте пайдалы. Ең бастысы ағзадағы артық заттар мен шлакты шығарады. Егер сіз ішек пен ас қорыту жолдарын таза әрі сау күйінде ұстасаңыз, онда ағза шлакпен өзі-ақ күресіп сыртқа шығаратын болады оны. Ендеше күніне 8-10 стакан су ішуді әдетке айналдырыңыз. Келесі лимон суы. Егер ағзаны шлактан тазартқыңыз келсе, күніне 1 рет 1 стакан лимон су ішіңіз. Өйткені лимон қышқылы уытсыздандыратын қасиетке ие. Ал лимон шырыны асқазан мен бауырға өте пайдалы. Сіз лимон су ішуді әдетке айналдырсаңыз, асқазаныңыз қалыпты жұмыс істеп, керегін алып, зиянын тастап тұрады. Смузи. Жеміс пен көкөністен дайындалған кез келген коктейль ағзаны артық заттан тазалауға септігін тигізеді. Ендеше күнделікті тамақтану мәзіріне 40 қабаттан, қызылшадан, алмадан, апельсиннен, алмұрттан, кивиден, ананастан, авокадо және зімбірден смузи дайындап ішіңіз. Келесі көк шай. Ағзаны уыттан қорғау үшін кофені көк шаймен алмастырыңыз. Көк шай ағзаны шлактан қорғайтын антиоксидантқа бай. Құрамындағы глутатион шлакты шығаруға ықпал етеді. Ал микроэлементтердің қайнар көзі саналатын полифенол майды ерітетін гормон бөледі де, нәтижесінде артық салмақтан арыласыз. Егер күніне 2-3 шыны көк шай ішсеңіз, ағза шлактан тазарып, сымбатыңыз сымдай тартылады. Келесі кеңес: жаттығу. Терлеу уыттан қорғайтын бірден-бір әдіс. Ағзадағы терідегі кез келген шлакты терлеу арқылы шығаруға болады. Терлеу үшін үздіксіз жаттығу жасаңыз, моншаға түсіңіз. Бу қабылдаңыз. Міне осы қадам арқылы шлактан құтыласыз. Келесі стресс. Ағзаға шлак дұрыс тамақтанбағаннан жиналады. Одан бөлек стресс те себеп болады екен. Сондықтан да кез келген дүниеге салмақты қарап, байыппен шешіңіз. Стресс шлактың жиналуына ғана емес, ағзаның тозуына да септігін тигізеді. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Баршаңызға көп рахмет, аман сау тұрыңыздар.